Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 92-ші сабақ. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Бүгін бізде 92-ші сабақ. Тақырыбымыз теңдеу. Теңдеуді шешуді үйренеміз. Бүгін біз бірінші есепке қараймыз. Белгісіз сан қандай әріппен белгіленген дейді. Яғни сахнаның сыртындағы көрермендер бізде белгісіз болып тұр. Яғни біз оны X деген әріппен белгілейміз. X адам, ал бізде сахнада 3 адам бар екен. Барлығын қосқанда бізде 7 адам шығу керек. Біз ол үшін теңдеу құруымыз керек, иә? Бірінші ережені оқып алайық. Теңдеу дегеніміз белгісізі бар теңдік. Белгісізді табу бұл теңдеуді шешу. Белгісізді әріппен белгілейді екенбіз. Енді қараңдар, бізде X қосу 3 тең 7. Бұл жерде X бізде белгісіз адамдар, және оған қосамыз сахнадағы 3 адамды, тең барлығы 7 адам шығу керек. Яғни, бұл жерде біз X тең 7-ден 3-ті азайтсақ, тең 4-ке тең болады екен. Яғни теңдеудің түбірі бізде 4 болып тұр екен. Осылай жауабын мен сендерге жазып қойдым. Солай жазып аламыз, балалар. Келесі балалар бізде номері 2-ші есеп. Тапсырманы оқып шығайық. Теңдеудің түбірін табу үшін оны таңдап алуға немесе қосу мен азайту амалдарының байланысы туралы біліміңді пайдалануға болады дейді. Теңдеудің шешуін міндетті түрде тексеру қажет. Теңдеуді шеш, тексер дейді. Бұл жерде балалар 4 қосу X тең 9-ға. Енді біз теңдеуді шешеміз. Астына жазылған X тең 9-дан 4-ті азайтамыз. Себебі біз X-ті табуымыз керек. Астына X тең 9-дан 4-ті азайтсақ, балалар 5 болады екен. Енді жазамыз 4 қосу 5 тең 9-ға. 4-ке 5-ті қоссақ 9 және 9. Екеуі бір-біріне тең. Осылай теңдеуді шешеміз. Келесі бізде X қосу 5 тең 9. X тең, біз бұл жерде белгісіз X-ті табу үшін 9-дан 5-ті азайтамыз. X тең 4-ке тең болады екен. 4 қосу 5 тең 9, астына 9 тең 9 деп жазып қоямыз. Келесі балалар бізде номері 3-ші есеп. Теңдеулерді шеш. Сандар мен әріптер қандай түспен берілгеніне қара, не байқадың дейді балалар. Бұл жерде бізге мен астына жауабын жазып қойдым. Теңдеулерді шешу керек. Біз 6 қосу X тең 9. Астына жазамыз X тең 9-дан 6-ны азайтамыз. Сонда X тең 3-ке тең болады екен. Енді жауабы 6 қосу 3 тең 9. Жауабы бізде 9-ға тең екен. Келесі бізде A қосу 2 тең 9. Енді біз A-ны табу үшін A тең 9-дан 2-ні азайтамыз. Сонда A тең бізге 7-ге. Енді астына жазамыз 7 қосу 2 тең 9. Яғни 9 тең болады екен. Келесі 3-ші. 2 қосу X тең 8. X-ті табу үшін балар X тең 8-ден 2-ні азайтамыз. X тең 6-ға тең болады екен. Енді жауабы астына 2 қосу 6 тең 8. 8 тең 8 деп жазамыз. Келесі бізде балалар номері 4-ші есеп. Теңдеулерді шеш дейді. 60 қосу X тең 90. X-ті табу үшін X тең 90-нан 60-ты азайтамыз. X тең 30 болады екен, 90-нан 60-ты азайтсақ. Астына жауабы 60 қосу 30 тең 90. 90 тең 90-ға болады екен балар. Келесі бізде X қосу 20 тең 70. X тең 70-тен 20-ны азайтсақ, X тең болады 50-ге.
50 қосу 20 тең 70. Яғни 70 тең 70 деп теңдеуді аяқтаймыз. Келесі балалар бізде номер 5-ші есеп. Әріпті өрнектерінің мәнін тап дейді. Бұл жерде бізге Б әріпінде 8 және 5 сандар берілген. Астында бізде кестеде тұр. Б қосу 2 және астында Б азайту 2. Б бұл жерде бізде 8 бен 5 екен. Енді біз 8-ге қосамыз 2-ні, сонда 10 болады екен. 5-ге 2-ні қосақ 7 болады екен. Енді керісінше азайтамыз. Б бізде 8, яғни 8-ден 2-ні азайтсақ 6, 5-ден 2-ні азайтсақ 3 болады екен. Осылай кесте бойынша жазып аламыз. Келесі бізде соңғы балалар 6-шы есеп, есепті шығар. 1 кәдесыйды орауға 30 см таспа қажет. Осындай 3 кәдесыйды орауға неше сантиметр таспа қажет болады дейді. 3 кәдесыйды орауға бізге неше сантиметр таспа қажет болады екен балалар сонда. 1 кәдесыйды орауға 30 сантиметр кететін болса, 30 сантиметрді 3 рет қосып шығамыз. 30 сантиметр қосамыз 30 сантиметр, оған қосамыз 30 сантиметрді тең болады 90 сантиметр. Балалар осымен 92-ші сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.